Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Мен 2 жаста болғанда анам әкеммен ажырасқан екен. Содан кейін әкем мені іздеп келген емес. Анам да ештеңе айтпайды. Үйде де суреті қалмаған. Сондықтан өз туған әкем жайлы ештеңе білмеймін. Қайда тұратынынан да хабарым жоқ. Мен 4-ші сынып оқып жүргенде анам 2-ші рет тұрмыс құрды. Өгей әкем анамнан 3 жас кіші болды. Бірақ анам ол кісіден бала көтермеді. Өгей әкемнің аты Мәлік. Негізі Мәлік ағаның бұрынғы әйелден 2 баласы қалған екен. Көңілімнің түкпірінде әкеге деген сағыныш тұнып тұрған ба, Мәлік ағаны алғаш күннен-ақ жақсы көріп кеттім. Ол да маған әртүрлі ойыншықтар әперіп, үнемі қыдыртатын. Бар еркелігімді көтеріп, туған әкемдей қамқорлық жасап жүретін. Арқасына мініп алсам да ренжімейтін. Тіпті анамнан гөрі Мәлік ағамен көбірек сырласатынмын. Былтыр мектеп бітіріп колледжге түстім. Мен мектеп бітіргеннен бастап Мәлік ағаның маған деген көзқарасы өзгере бастады. Былтыр мектеп бітіру кешінен кейін Мәлік аға машинасымен мені үйге алып кетуге келді. Көліктің алдыңғы орнында отырған соң құттықтаймын деп иығымнан құшақтап өзіне қарай тартты. Мен әдеттегідей бетімді сүйгелі жатыр екен ғой деп бетімді тостым. Бірақ ол күтпеген жерден ернімнен сүйе бастады. Кеудесінен итеріп босанбақ болып едім, 2 қолыммен қаттырақ құшақтап, жібермей зорлап сүйе берді. Қарулы қолдары қозғалуға шамамды келтірмеді. Әлденен уақыт өткеннен кейін өзі босатты. «Мұныңыз не?» деп жылап жібердім. «Кешір, шайтан түртті, маған не көрінгенін өзімде ұқпай отырмын. Кешірші, тек жыламашы, құлың болайын, мені қара басты» деп өлердегі сөзін айтып кешірім сұрады. Мұндай жағдай қайталанбайтынын тек Гүлжанға, менің анама, айтпашы деп жалынды. Жалынышты сөздері сенімімнен шықты ма, мен жарайды деп кешірдім. Бірақ Мәлік ағаның қылығы омен тоқталмады. Сол жағдайдан кейін ол маған бұрынғыдай қызым деп емес, әйел адам деген көзбен ішіп жеп қарайтын болды. Соны сезген соң одан бойымды аулақ ұстауға тырыстым. Анам түнгі кезекшілікте болған күні бөлмемнің есігін іштен құлттап алып шықпай отырамын. Мәлік ағамен бұрынғыдай бірге отырып кино көру, оны талқылау деген атымен жоқ. Солай арада 2 айдай уақыт өтті. Көңілдегі реніш табы қайтқан секілді. Бір күні кешкі мезгілде Мәлік аға, анам үшеуміз теледидар қарап отырдық. Комедия жанрындағы кино болып жатты. Сол кезде арамызда қалжыңдасу басталып кетті. Мәлік аға анамды қытықтап күлдірді. Анам мені, бұрынғы әдетіміз бойынша енді мен Мәлік ағаны құттықтауым керек еді. Мен тосылып қалдым. Ойында ештеңе жоқ. Анам, Мәлік ағаңды құттықтасайшы деді. Анам бірдеңені сесіп қалмасын деген ой келді ме, жоқ әлде анамның сөзі түрткі болды ма, Мәлік ағаны құттықтай бастадым. Сол күні кеш көңілді болды. Содан бастап Мәлік ағадан қорқуды қойдым. Анам кешкі кезекшілікте болғанда бұрынғыдай бөлмеге тығылып алмай, бірге теледидар қарайтын болдық. Арада 15-20 күн өтті. Сол күні анам кешкі кезекшілікте қалған еді. Кешкі уақытта Мәлік ағамен бірге теледидардан махаббат туралы кино қарап отырғанбыз. Бір кезде кейіпкер қыз бен жігіт сүйісті. Киноға беріліп кетіп, Мәлік ағаның қасыма қалай келіп қалғанын байқамай қалыппын. Әй-шай жоқ, бас салып сүйе бастады. Күтпеген жерден бас салғанға қарсыластықта көрсете алмай қалдым. Орнымнан тұрып кетуге шамам жетпеді. Құшақтап астына басып алды. «Қойыңыз, мұныңыз не? Мен сіздің қызыңызбын ғой» деп жылағаннан басқа амалым қалмады. Бірақ менің сөзімді тыңдап жатқан ол жоқ. Бір кезде киімдерімді шешуге талпынды. Қатты қорқып кеттім. «Мамама айтамын, қазір шыңғырамын» деген сөздерден кейін барып босатты. Бірақ қолымнан ұстап жібермей кешірім сұрай бастады. Оның сөздерінің бірін естісем, бірі құлаққа кіріп жатқан жоқ. «Қолымды жіберіңіз» деп ашуландым. «Кешірдім десең жіберемін» деп қолымды қатты қысып ұстап алған.
Қазір көмектесіңдер деп шыңғырамын, айқайлаймын деген соң ғана қолымды босатты. Босатқан бойда бөлмеме кіріп есікті құлттап алып, түннің бір уақытына дейін жылап жатып ұйықтап кетіппін. Ертеңінде анам жұмыстан келмей жатып, мен сабаққа кетіп қалдым. Түнімен жылап көзім ісіп кеткен болу керек. Құрбыларымның бәрі не болды деп сұраумен болды. Оларға жай дегеннен басқа ештеңе айта алмадым. Не деп айтамын, қалай айтамын? Анама айтсам деп ойлаймын. Бірақ екеуінің арасында түскендей боламын ба деген сауал мазалайды. Ал мен ол сауалға нақты жауап таба алмадым. Мәлік аға бұл қылығын қояр, сондықтан қазірше анама айтпай тұрайын деп шештім. Мәлік аға мен екеуміздің бұрынғыдай қалжыңдасып, алысып, жұлысып ойнайтын әдетіміз сап тыйылды. Әрине анам бұны байқады. Бір күні неге Мәлік ағаңмен қалжыңдасып, алысып ойнауды қойғансың деп сұрады. Мен шындықты жасырып, енді бой жеткен қыз болдым, ұят болады ғой дедім. Менің сөзіме шынымен сенді ме? Анам оның да дұрыс деді. Одан әрі ол жайлы мен де анам да сөз қозғамадық. Әңгіме сол жерден аяқталды. Одан кейін Мәлік аға ессіз қылғын қойған сияқты еді, бірақ олай болмай шықты. Осы 8 наурыз мерекесі қарсаңында, нақты айтқанда 6 наурыз күні анам түнгі кезекшілікте болды. Мамам үйде болмаған соң кешкі жұмыстан келген Мәлік ағаға тамағын бердім. Шай үстінде Мәлік аға, мынау мерекелік сыйлығым, істеген ісімнің кешірімі деп қалтасынан алтын жүзік алып шығып ұсынды. Мен рахмет, бірақ ешқандай сыйлықтың керегі жоқ деп алмадым. Алмасаң кешірмегенің, алсаң кешіргенің. Кешірсең енді ондай ақмақтықты қайталамауға анамның ақ сүтімен ант етемін деді. Анасының ақ сүтімен ант етіп отырған соң жарайды деп сыйлығын алдым. Ол бетімнен сүйді, қорқып тұрғам, бірақ бөтен әрекетке бармады. Сонан соң алтын сырғаны көрсетіп, мынаны мамаңа алдым, ұнайма деп сұрады. Әдемі екенін айтып, анашыма ұнайтынын айттым. Анам үшін қуанып қалдым. Бірақ ол кезде ол қуанышымның түнге дейін ғана ұласатынын қайдан білейін. Бөлмеме кіріп ұялы телефонмен ойнап жатып ұйықтап кетіппін. Шамасы есікті іштен құлыптауды ұмытқан секілдімін. Біреудің омырауымды сипағанын сезіп шошып ояндым. Қасымда Мәлік аға отыр. Мында не істеп отырсыз? Шығыңыз дедім. Сөйтсем бағанағы мамаңа алдым деп көрсеткен сырғасын ұсынып, мен сені жақсы көрем. Я десең, мына сырғаны да саған тарту етемін. Екеуміздің арамыздағы жағдайды ешкім де білмейтін болады деп бөсіп отыр. Бағанағы жүзігін саусағымнан шешіп, мынауыңызды да алыңыз, сізден маған ештеңе қажет емес. Ертең бәрін мамама айтамын дедім. Ол сәл үнсіз отырды да, мен сені сүйіп қалдым деп бас салып сүйе бастады. Қанша уақыт арпалысқанымызды білмеймін. Әйтеуір біраз уақыт аймалап сүюмен болды. Құдай сақтап шешіндіруге талпынбады. Әлден уақыттан кейін барып үстімнен түсіп бөлмеден шығып кетті. Мен жүгіріп барып есікті ішінен құлттап алдым. Ертеңінде анам кезекшіліктен келгенде Мәлік аға жұмысқа кеткен еді. Оңаша қалған соң анама Мәлік ағаның қылықтарын айттым. Анам мүмкін емес деп менің айтқандарыма сене қоймады. Кешке Мәлік аға келген соң анам әңгіме бастады. Бірақ Мәлік аға мені кінәлап шыға келді. Анама әкелген алтын сырғаны маған сыйласаң сендік боламын деп өзі мойныма асылды. Егер көнбесең анама маған тиісті деп айтам деп мені араңдатпақшы болды дегенде төбемнен жай түскендей болды. Ең сорақысы анам менің емес, оның сөзіне сеніп, қызым-ау, қалай ғана сондайға бардың деп жылап жіберді. Анашым, ол өтірік айтып отыр, маған сеніңіз деген сөзіме илана қоймады. Сол күннен бастап анам екеуміздің арамыз алшақтай бастады. Күннен күнге жат болып бара жатқандаймыз. Енді не істерімді білмей басым қатып жүр. Анам оқып, тыңдап, мәселенің ақ-қарасын ажыратып, шындыққа көзі жетер деген үмітпен осында жазып отырмын. Анам райынан қайтпай, бұдан былай мені кінәласа қайтем. Өгей әкем қылығын қайта бастаса не істеймін? Өкінішке ұрынбас үшін үйден кеткенім дұрыс па? Қандай кеңес бересіздер?